Тозаңға аллергиясы бар адамдар жиі кездеседі. Оны тұмау, көздің жасаруы, көздің қызаруы, жөтел сынды белгілерінен оңай анықтауға болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл видеода көктемгі аллергия туралы шағын ақпарат ұсынатын боламын. Өсімдік тозаңына аллергия жылдың кез келген уақытында пайда болуы мүмкін. Алайда адамдардың көпшілігі онымен көктемде ауырады. Себебі көктемде 100-ден аса өсімдік түрлері гүлдейді. Тозаң мұрынға кірген кезде иммунды жүйе оны қателесіп, қауіп ретінде қабылдауы мүмкін. Мұндай жағдайда ол ағзаға вирус кіргендей антиденелер түзе бастайды. Сол кезде қанда гистамин деңгейі жоғарылайды. Сондықтан ол аллергия белгілерін қоздырады. Неліктен бұлай болатындығын ғалымдар әлі де анықтамады. Аққайың, көктерек, шаған, қандағаш, бүк ағашы, терек, шегіршін, үйеңкі, емен, ақтал гүлдегенде пайда болады. Алайда аллергия ағаштардың гүлдеуімен шектелмейді. Ағаштардан соң шөптер мен бұталар гүлдей бастайды. Құрғақ әрі желді күндері олардың тозаңдары 100 километрге дейін тарайды. Басты айырмашылық аллергия кезінде температура болмайды. Аллергиялық тұмау әдетте қатты түшкірумен, мұрынның қышуымен және көздің қызаруымен қатар жүреді. полинозың мынадай тағы бірнеше айрықша белгілері бар. Көздің ауруы және жасаруы, түнгі жөтел, беттің қызаруы, таңертең өзін нашар сезіну, әлсіздіктің бір аптадан аса уақытқа созылуы. Белгілер үйде немесе жаңбыр кезінде далада басталады. Өмір сапасы нашарлайды. Аллергиялық тұмау шырышты қабықты тітіркендіреді, бас ауруын шақырады, ұйықтауға кедергі келтіреді. Полинозың ұлғайған түрінің арасында тыныс темекпесі кездеседі. Егер белгілер жыл сайын пайда болып отырса, алдын ала дәрігерге жазылып, наурыз айында анализ тапсыруды бастап кетіңіз. Дәрігер аллергенді анықтаған соң дәрілер жазып береді. Дәрілерді өздігінше ішпеңіз. Жанама әсерлер болмас үшін дәріні тек дәрігер жазып берген дұрыс. Видеоны соңына дейін көрген үшін рахмет. Видео пайдалы болса, лайк басып каналыма жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз.